Достар, міне Ергитайм YouTube арнасында жаңа маусымызды бастаймыз. Қазақстан құрамасы әлем чемпионатына іріктеу ойындарының қарсаңында Бельгиямен ойнайтын болады. Және де біз өзіміздің көк туымызды желбіретіп, Лотто парк стадионында өз құрама команданы қолдайтын боламыз. Ергитайм YouTube арнасында Еуропадан тамаша футбол влогтары. Қазақстан құрама командасын қолдау үшін арнайы Брюссельге бара жатырмыз. Лондоннан Брюссельге баратын жол Ла-Манш туннелі арқылы 2 сағат қана уақыт алады. Міне осында Евростар деген тамаша пойызбен барайын деп жатырмыз. Жолдың ұзақтығы 2 сағат болғанымен ол 180-нен 300 км сағат жылдамдықпен жүреді. Менімен бірге Алмат. Ертеңгі ойыннан не күтесің? Жақсы қарсыластық көрсететін, өзіне керегін жұғатын ойын күтеміз. Қазақстан жеңе ала ма? Футбол болғаннан кейін сондай үмітпен бара жатырмыз бұйырса. Ертең Лотто аренаға барып қолдайтын жанкүйерлер Қазақстан құрама командасынан тек қана жеңіс күтеді. От игры ожидаю только позитивного момента, хороший, красивый, яркий, бескомпромиссный. Сонымен достар, біз қазіргі уақытта Брюссельдің орталығындамыз. Міне көретін болсаңыздар, Брюссельдің басты алаңы, шіркеулері және де осындай керемет әдемі тарихи ғимараттары. Кеше пресс-конференция болған. Пресс-конференцияға біздің бас бапкер Ғалымжан Кенжебекті алып келді. Оның өзі мен ойымша бір символ сияқты. Уэльспен болған ойын қарсаңында осы шабуылшы мен бапкер арасында бір кикілжің бар сияқты болды және сол өсектерге, сол әңгімелерге жауап болғандай. Енді пресс-конференция негізінде өте позитивті өтті. Ойыншылар да, бапкер де өзінің ойында сенімді сияқты. Кейін жігіттер жаттығу жасады. Оның бәрін ашық жаттығуға барып түсірдік, көрдік. Енді Лотто парктың да алаңын сапасында көріп қайттық. Өте тамаша алаң. Және де достар, біз кеше футболистер орналасқан қонақ үйге барып, өзіміздің жігіттермен кездесіп, қолдауымызды көрсетіп, сәттілік тілеп қайттық. Өзіміздің жас жұлдыздар Максим Самородов, Темірлан Анарбеков, Дастан Сатпаев сияқты мықты ойыншыларымызға қолдауымызды көрсетіп қайттық. Біле білсеңіздер, Дастан Сатпаев келесі жылы Челси құрамына ауысады деген үміт бар. Және соң қарсаңында Дастанмен кездесіп, біз өзіміздің қолдауымызды білдірдік. Келесі жылы Челсидің қазақ жанкүйерлер фан базасы үлкейеді деген сенімдеміз. Дастанды келесі жылы Лондонда күтеміз. 4-0 De Bruyne, 2 times. I'm going to say 3 goals, 2 times De Bruyne and 1 times Openda. 2-0, 2 times De Bruyne. Біз бүгін аккредитациямызды алдық. Қазір прессамен бірге барып, сізге толық видеоларды, толық контент түсіреміз. Бельгиялық жанкүйерлердің арасында жүрміз. Бүгін енді тамаша ойын болады деген сенеміз. Hello guys. Who is the best player in Belgium history? The best player in Belgium is Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne is the king. Belgium player. Kevin De Bruyne and Thibaut Courtois. Біз қазір енді Брюссельдеміз және Лондоннан келген жанкүйерлер бар екен бізде. Ерқанат біздің ескі танысым және жігіттер міне алыс жақын шетелден келіп бүгінгі ойында құрамаға жанкүйер болмақ үшін не күтесіздер бүгінгі ойыннан? Әрине жеңіс күтеміз. Футбол болғандықтан бұл жерде сенсация да болады, барлығы да болады. Бір өкініш, күйініш болмай ма матчтан кейін? Жоқ, біз өзіміздің жігіттерді қолдау үшін қолымыздан келгенше әртүрлі жерлерге барамыз. Және де ол футбол болғандықтан әр ойын алдында бізде үлкен үміт бар. Оны жігіттер өздері бар күштерін салып, үмітті ақтауға тырысады. Бірақ бұл спорт, бұл футбол. Міне достар, көріп отырғандарыңыздай Лотто парктың алдында ағылған жанкүйерлер міне қызыл сойқандар десе қызыл сойқандар екен. Барлығы да бір түске боянып алып, міне туларын, киімдерін, жалауларын үстеріне киіп алып, бельгиялық жанкүйерлер өздерінің командасының қолдау алдында. Және де жанкүйерлер барлығында көңіл күй тамаша. Мен ойымша бұлар бүгінгі ойыннан бір ойсырата жеңіс күтетіндей. Енді біз өзіміздің жігіттерге сенеміз, біз Қазақстанға сенеміз.
достар, менімен бірге Елімай футбол клубының басшысы Асқар Оранқаев ағамыз. Елімайдың ойыншылары Кенжебек, Рамазан Оразов ойнайды. Солардан не күтесіз, қандай нәтиже күтесіз? Что ожидаете от их игры? Салам алейкум. Ну что ожидаем? Ожидаем, что наконец-то Годи наш Галымжан забьет, а Разов даст ему голевую. Ну что я могу еще ждать? У нас еще Алмаз Катюлюбай на замене сидит. Он сиком Мужиков, который у нас был, начинал сезон у нас. То есть Елимай, в принципе, достойно в сборной представлен. А ожидания самые оптимистические. То есть можно сказать, за пару лет усердной работы Елимай стал неким трамплином для сборной, да? Но не для трамплина, для игроков, да? Мы надеемся, для нас же самая главная цель, чтобы наши туда попали, семские, которых сейчас вот мы растим. А так, да, мы очень горды, очень довольны, что представительство нашего клуба в сборной присутствует. Бірінші таймның жартысы өтті. Негізінде Бельгия құрама командасы тез гол салуға бәс тіккендей, толассыз шабуылдары, бұрыштама доптары бітпей жатыр. Бельгия командасы бірінші таймда барлық шабуылдарын оң жақ флангтан жасап жатыр. Джереми Доку, Кастаньяк сияқты өте жылдам, ширақ ойыншылар. Біздің Ян Вараговский мен Галымжан Кенжебекке бір демалуға мүмкіндік бермей жатыр. Міне қарымта шабуыл міне Кенжебек, Самородов бар, Вараговский бар міне. Ой, болмады мынау. Міне құрметті достар, Бельгия командасы өзінің дегеніне жетті. Кевин Де Брюйне тамаша голдың авторы болды. Өкінішке орай Бельгия құрама командасы өзінің дегеніне жетті. Бірінші тайм бойы қысып, ақыры ойынның бітуіне 3 минут қалған кезде 2 гол соғып, 2-0 есебімен алға шықты. Бірінші голды тамаша соққымен Кевин Де Брюйне салған болса, екінші голдың авторы Джереми Доку. Әлімжан, ойын қалай болып жатыр? Есебені 4-0. Ойын өте сөзінше қиын болып жатыр. Негізінде шынымен осылай болады деп күтілгенде болатын. Бірақ енді жігіттер дәл осы 1 минуттың ішінде 2 гол жіберіп алғаннан кейін көңіл күйлері түсіп кеткен сияқты ма, енді индивидуальный ошибка дейді ғой, бұған дейін біз енді сол Ғалымжан Кенжебектерді мақтап жүрсек, Уэльске қарсы ойнағанда бұл жерде жеке қателіктер болды. Енді қиын сөзің шын керек, айтатын ештеңе жоқ енді. Бұл жерде қиын сөзің шын керек. Сен ойыншы, біздің құрама команданың ойыншылары осындай үлкен алаңда, былайша айтқанда гранд командаларға қарсы ментально дайын емес деп ойлайсың ба? Бельгияны енді білеміз ғой біз, топ 10-қа кіретін. Тіпті топ 5-ке де кіреді ғой. Бельгия енді ол бөлек. Біздің деңгейіміз сол Уэльс, солтүстік Македония сияқты. Қазірде Бельгия, Франция, Германия, Англия, Италияға, Испанияға қарсы біз әлі дайын емеспіз, сөзің шын керек. Бұл ұжымдар енді құрамда бір Кевин Де Брюйненің өзі біздің жалпы қазақ футболының тарихындағы ойыншылардың бәрін қоссақ та, ұлттық құрамада ойнаған жете алмайтын шығармыз. Жігіттерге мен бұл жерде ренжіп, онда ештеңе айтқым келмейді. Бастысы дәл осы ортанқол Уэльс сияқты командаларды жеңіп, соларға арқылы тәжірибе жинай беретін болсақ, одан қалса құрамамыз да жасарып жатыр ғой. Мүмкін алдағы уақытта нәтиже көрсетіп қалатын шығар жігіттер. Құрметті жанкүйерлер, өкінішке орай Кевин Де Брюйне тағы да гол салып, өзінің Бельгия
құрамасының тарихындағы ең бір мықты ойыншылар екенін тағы да бізге дәлелдеді. Біздің жігіттер иә осындай ойындарға дайын еместей. 6-0. Есеп 6-0. Енді катастрофа. Мен ойымша осындай нәтиже керек болды. Бұл нәтижеден кейін Қазақстан футбол федерациясында, ұлттық құрама командасында үлкен бір өзгерістер болатын сияқты. Өте өкінішті осындай алыс жерден құраманы қолдап келіп, алайда құрама осындай марқұмсыз, бір намыссыз ойын көрсеткен кезде. Мен ойымша ойыншылар психологиялық тұрғыдан дайын емес, бұндай үлкен аренада, үлкен грантпен ойнауға. Сондықтан да міне өздеріңіз көрдіңіздер, бірінші таймда бір гол жіберіп алғаннан кейін барлығы құлады. Және сол голдың кесірінен қосымша тағы да 5 гол алып келді. Бұл енді тренерлік штабтың жасайтын үлкен бір жұмысы бар. Ең маңыздысы осындай ойындардан кейін сабақ алу керекпіз. Қазақстан Бельгия 0-6. Өкінішке орай.